Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге Фатима. Біз үй жағдайында тез әрі дәмді болып шығатын кекс жасаймыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Кексімізге керек заттарды мына видеодан көрсеңіздер болады. Ыдысымызға 3 жұмыртқамызды салып, оның үстіне шекерімізді салып, венчикпен жақсылап тұрып араластырамыз. Кекстің толық рецептісін описанияға жазып кететін боламын. Сосын алдын ала ертіп қойған сары майымызды да салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Келесі кезекте бөлме температурасындағы сүтімізді қосамыз. Бұл жерде мен ұнымды алдын ала електен өткізіп қойған едім. Сіздерде ұндарыңызды електен өткізіп барып салуды ұмытпаңыздар. Ұнымызды қосып, оның үстіне жүгері крахмалымызды қосамыз. Сосын бір шай қасық қопсытқышты да қосамыз. Және де кексіміз одан әрі бір ерекше дәм бергенін қаладым. Оның үстіне мен мак қостым. Бұл өз қалауларыңызда мак қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Немесе мактың орнына жаңғақ, мейіз қоссаңыздар болады. Оның бәрі өз қалауларыңызда. Яғни кекс пісіретін бізде осындай арнайы форма болады. Ол форманы сіздер кондитерлік дүкеннен сатып ала аласыздар. Формамызға бір 2 ас қасықтай қамырымызды саламыз. Сосын 180 градуста 35-40 минут арасында пісіріп аламыз. Мына видеода көріп тұрғандарыңыздай біздің кексіміз пісті және де формасынан әдемі алынып жатыр. Осылай қызартып тұрып пісіретін боламыз. Бұл кексті жасау оңай әрі тез жасалынады. Және де үйдегі бар ингредиенттермен де жасаймыз. Бұны міндетті түрде жасап көріңіздер. Балаларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Сіздермен болған Фатима. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.